Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай керемет болып шығатын манная каша дайындаймыз. Ең алдымен сүтімізді ысытып пісіріп аламыз. Содан соң осындай смесь дайындаймыз. Бізде бұл жерде 60 граммдай манная каша және 3 ас қасық қант. Осылай бір қолмен араластырып, бір қолмен смесімізді құямыз. Менде камера дұрыс ұсталмағандықтан оны түсіре алмадым. Неке осылай араластырып барлығын құйып аламыз. Неке осылай жайлап қайнай бастайды. Отымыз жай болып жанып тұру керек. Газымыз. Осылай 10-15 минут пісіріп аламыз. Енді осылай қайнай бастады. Осылай араластырып көрдік. Қоюлана бастады. Әрбір 5 минуттен араластырып тұруымыз қажет, себебі асты жабысып қалмас үшін. Ал мен енді 82,5% сары майдан 30 граммдай, 20 граммдай қостым. Бұл міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Мен жай үшін дәм беру үшін қана қостым. Осылай араластырамыз. Сары майымызды кашамыз дайын болып қалған кезде қосатын боламыз. Ол ерігеннен кейін оттың астын өшіреміз. Неке дайын болды. Оттың астын өшірдік. Енді өзіміздің ыдысымызға салатын боламыз. Неке осындай сұйықтығы қатты сұйықта емес, өте керемет.